Assalamualaikum. Бүгінгі сабақта айтамыз, қалай инвентаризация қалай жасаймыз, сол туралы айтамыз. Инвентаризация дегеніміз, яғни ревизия кезінде қолдансақ болады. Ревизия жасаған кезде. Ол үшін мына жерде склад деген кіреміз. Склад. Болмаса мына жерде склад дейміз. Склад. Инвентаризация тымызды мына складта дейді. Осыдан кіреміз. Яғни инвентаризация дегеніміз, складта бізде неше товар бар. Қазір остаток данный момент қандай остаток бар, бізде соны шығарамыз, және по факту қанша бар санаймыз складта товарларды и сол екеуінің қорытындысын шығарамыз. Добавить дейміз. Осы жерге мына жерге склад таңдаймыз. Бізде екі склад бар, яғни магазин и основной склад. Қайсысын керек, соны таңдаймыз. Основной склад жасайық. Мына жерге заполнить дейміз. Заполнить по остаткам на склады дейміз. Яғни бізде мына остаток товарлар шықты. 12 наименование бар екен бізде. Осы жерден енді 2.270.000 теңгенің товар бар екен бізде. Мына жерден көре салсақ болады. Бізде товардың счеты қандай еді? 13.30 деді. 13.30 дейміз. Бізде мына жерде склад таңдауымыз керек. Основной склад таңдаймыз. Основной складта 2.270.000 теңгенің товар жатыр. Енді осы жерден очистить количество и сумму деп жазамыз. Мына жерде міне астына шықты. Сумма по счету теңге деген 2.270.000 теңге. Запись етіп қоямыз, осыны сохранить етіп. Енді мынау бізде міне учет количество деген бұл бізде қазіргі товарлардың саны. Енді біз ревизия жасаймыз да, сол жердегі санын шыққан количествосын мына жерге жазамыз. Количество деген жерге жазамыз. Мысалға жазайық енді санадық дейік. Мысалға склад санадық. Мына комплектующий заглушка 23 штук дұрыс тұр бізде по факту. Мына жер 0 болды. Көрдіңіз ме? Калтел мысалға 40 штук дейік. Яғни дұрыс. 40 штук шықты, дұрыс шықты. Левый заглушка дейік. 23 дұрыс шықты мысалға. Квадрат шықты дейік. Мысалға 22 штук дұрыс шықты. Бәрі дұрыс шығып жатыр дейік. Алма 59. Мысалға 505 квадрат дұрыс шықты. Ал он мысалға бізде 5 қап шықты дейік. Мына жерде минус деп шығады. Яғни бізде 6 болу керек аднес бойынша. Ал по факту бізде складта 5 қап тұр. Аднес бойынша 6 қап болу керек. По факту бізде 5 қап тұр. Яғни 1 қап жетіспейді. Минус. Нан мысалға бізде айтайық. Нан 18 штук болу. Бізде 23 штук шықты. 23 штук шықты. Бұл бізде 2 штук артық шықты. По факту аднеске қарағанда по факту 2 штук артық болып тұр. Калтел мысалы 65 дейік. Калтел 200 деді. Мысалы айтайық 13 штук шықты дейік. 2 штук жетпейді.
записать дейміз. Мысалы біз мына жерде бізде 2.270.000 теңге болу керек еді. По факту 2.267.160 теңге болды. Яғни мына жерде недостатча болды бізде. Мына жерде недостатча болды. Мына жерде артық шықты 2 штук. Мына жерде 2 штук недостатча болды. Енді осыны не істейміз? Осыны записать окей дейміз. Енді осыны бізге туралау үшін, яғни базамызда тура болу үшін осыны списать етеміз, оприходын жасаймыз. Алдында біз списание оприходын көрсеткен болатынбыз. Ол кезде егерде солай жасалады. Ал енді ревизия кезінде на основании жасаймыз ол кезде. Ол үшін не істейміз? Ол үшін мына жерде на основании деген кіреміз. Оприходованиетімізді дейміз. Мына. Мынан бізде 2 штук артық шыққан болатын. 2 штук. Өзі админс бізге автоматик не қылып береді. Мына жерге 62.80 деп жазамыз. Яғни бұл доходтың счеты. Мына жерге өзіміз бойынша, неміз бойынша не қойсақ, комментария жазып қойсақ болады, кімдер қатысты дегенде. Записать. Окей дейміз. Енді списать етеміз. Мына жерде бізде тауарлар жетпейді ғой, оны жетпей қалды, соны списать етеміз. Онымен галтелі 250-де. Списание тымылы дейміз. Оның бір қап, галтелі 2 штук. Записать, окей дейміз. Яғни біз инвентаризация жасадық, яғни ревизия жасадық. Осылай ревизия жасадық. Енді бізде мына жерде запас ведомство товарына садақ деген нәрсе бар. Яғни бұл товар, яғни қандай товардың историясын білгенге жақсы нәрсе. Яғни қандай бір товар, қаншадан сатылды, қай кезде сатылды, мысалы сол білуге осы не? Сол жақсы осы. Мысалы возврат келген жағдайда оңай таба аласыздар. Қаншадан сатылды, соны барлығын. Мысалы мен мына жерге нан деп, номенклатура деген нан деп жаздым. Мына жерде несін алып тастаймыз бұны. Поступление болған бізде 22-ші айда 50 штук. 10 штук сатылған, кімге сатылған барлығын көре аламыз. Мына жерден ішіне асып кіріп, яғни азаматқа сатылған. Соның барлығын көре аламыз ішіне. Списание болған екен бізде 2 штук. Ол яғни артық болған, бізде соны списать еткенбіз. Жаңа оприходын жасадық, не бойынша? Ревизия бойынша. Ревизия болды, сол кезде бізге 2 штук артық шықты, соны оприходын жасадық. Кез келген неден настройкасы болады, настройкасына кіріп өздеріңізге таңдап алсаңыздар болады. Алманы таңдап алманы көрейік. Магазин мысалы.
Магазинді көрсек, алманы көрсек, міне. Возврат жасалған екен алма бізде. 23 штук. 39 болған, 23 штук. Возврат жасалған 59 болған. Енді біз басында поступление жасаған кезде приходный касса ордер осы жерден өзіміздің бастығымыз, басшымыз, яғни Бердалиев, Асан деп жазып, Бердалиев Асаннан 2.972.500 теңге ақша алған болатынбыз. Сөйтіп біз оны поставщиктерге, яғни бізге зат алып беретін кісілерге соны берген, төлеген болатынбыз. Енді айдың аяғы болды, мысалға, болмаса басшыңыз сізге келеді, айтып, маған осынша ақша керек, осынша ақша бер деп. Сол кезде қалай жасаймыз? Яғни ақша кассадан кетсе, ол расход болады. Расходный касса ордер береміз. Мысалға, міне мына жерден қарызымызды анықтайық. Продажи, взаиморасчеты, продолжить по контрагентам дегенде. Міне. Бердалиев Асанға 2.972.500 теңге қарызбыз. Кредиторский деген яғни біз қарыз кісілер. 2.972.500 теңге қарызбыз. Осыны қысқартамыз енді. Мына жерден расходный касса ордер дейміз. Товарит. Прочий расчет с контрагентом. Кассаны таңдаймыз. Бізде кассада неше ақша бар? Касса книга. Мысалға, Каспийден берсеңіз, Каспиймен таңдайсыз. Кассаны, основной кассадан көріп. 105.710 теңге. 100.000 теңгесін берейік, сонымен 100.000 теңге дейік. Основной кассаны таңдаймыз. Сумма 100.000 теңге. Бердалиев Асан, теңге, 105.710 бар, 100.000 кетті, 5.710 теңге қалды. Мәне 2.972.500 теңге еді, 100.000 теңгесі кетті, 2.872.500 теңге. Расходный касса ордер береміз, мына жерден. Осы жерден расходный касса ордер деген бар. Осыны шығарып алып, қол қойып алсаңыздар болады. Мына жерге жазып, мысалы суммасы осынша, мына жерге қол қойып, өздеріңізге ертең күн дәлел болатындай, өздеріңіз үшін керек. Кез келген, мысалға, кез келген реализация жасасаңыздар да, поступление істесеңіздер де астында мына жерге кіріп, соған керекті өздеріңізді документ шығарып алсаңыздар болады. Печать дейсіздер, осы жерден шығып тұрады барлығы.